Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Әз Наурыз құт береке бастауы атты салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Наурыз тіршілік пен жаңарудың, мейірім мен ізгіліктің мейрамы. Ұлыстың ұлы күні әз Наурыз құтты болсын. Ақ мол болсын, көңілдер шат болсын ағайын. Бұл күні қазақ халқы көрісу амалын жасаған. Бір-бірімен қауышып, жаңа жылды тек жақсылықпен, үлкен тілектермен бір-біріне айтып көрісу амалын жасады. Наурыз күндегі жердің түрегі, бауыры жалып науақар, бабы мені ғана жібейді. Наурыз күндегі жердің түрегі, шашылып ырыс шанақтан шақырып. Дүниеде кем болмайды баталы құл, бата менен шашайын жемісті гүл. Отырған алдымдағы әжелердің әуелі жасын ұзақ бақытты қыл. Қаптаған қар ормандай шоғырлы қыл, алдында ақсақалдың абыройлы, өзінен кейінгіге киелі қыл. Әр кезде аналарымыз аман болсын. Сіздер үшін біз мақтанамыз. Қазір ер азаматтың істемеген істерін істеп жатқан аналар бар. Қазақстан Республикасының ақпарат және мәдениет саласына сіңірген орасан зор еңбек үшін марапатталады. Гүлмәрия әпке мәдениет саласында насихаттап жүргендіктен біз осылай ақпарат және мәдениет деп бердік. Құтты болсын. Жас ұрпақтың тәрбиеленуіне орасан зор үлес қосқан және сауда саласына, теміржол саласына үлес қосқан Аязгүл Кенжебек қызын ұлы дала қайраткері төс белгісімен марапаттаймыз. Халықтың сүйікті қызына айналған, өзінің әнімен бүкіл қазақ даласын тербетіп жүрген, мәдениет саласына, Қазақстан Республикасының мәдениет саласына үлкен еңбек сіңіріп жүрген Нұргүл Әшімхан қызын ұлы дала қайраткері төс белгісімен марапаттаймыз. Елханова Нұржамал Әшімхан қызы ұлы дала қайраткері төс белгісімен марапатталады. Бүгінгі тамаша күнге жетуімізге үлкен үлес қосқан және әлі де осы сауда саласында үлкен еңбек етіп жүрген Күлиғазина Оғия Ерғазиновнаны бүгін ұлы дала қайраткері төс белгісімен марапаттаймыз. Төребекова Несібелі Тұрсынханов
қызына осы ұлы дала қайраткерін төсбелгісімен марапаттаймыз. Үргінбаева Бағилан Баянғазиевнаны ұлы дала қайраткері төсбелгісімен марапаттаймыз. Қазақстан Республикасының мәдениет саласына сіңірген еңбегімен ұрпақ тәрбиелеуге және салт дәстүр мен әдет-ғұрыпты, сондай-ақ қолөнерді дамытуға үлкен үлес қосып жүрген Үргінбаева Бағилан Баянғазиевна ұлы дала қайраткері төсбелгісімен марапатталады. Қазақ аналары дәстүрге жолдың бүгінгі деңгейде танылуына, сонау басынан бастап осы күнге дейін үлкен жетістіктерге жетуіне үлес қосқан анамызды бүгін ұлы дала қайраткері орденімен Камиля Сапарқайырқызын ұлы дала қайраткері төсбелгісімен марапаттаймыз. Камиля құтты болсын. халық құрметі деген орден. Бұл орденді енді бірінші болып осы алғалы тұрған Мұртазина Гүлсара Суасқызы, ол кісі медицинаға
осы сіңірген еңбегі өте үлкен. Бұл кісі халық медицинасының дамуына, сонымен қатар мына аллопатиялық медицинаның да дамуына орасан зор үлес қосып, қаншама осы күнге дейін мыңдаған адамды емдеген, жазған, және жай ғана емес, өте психологиялық тұрғыда өте қиындыққа ұшыраған, және сонымен қатар мына жаман жолға, есірткі жолына, ішімдік жолына салып кеткен жастарды қайтадан аналарына қайтарып беріп жатқан, сол жолда үлкен еңбек сіңіріп жатқан біздің Нострадамустың шәкірті десек болады, сол кісінің жолын насихаттап келе жатқан Мұртазина Гүлсара Суасқызын, осы бұл кісі халықтың құрметіне ие болған адам. Сондықтан да халық құрметі орденімен марапаттап жатырмыз. Әрі де еңбегіне жана берсін. Мәдениет саласына сіңірген орасан зор еңбегімен ұлттық салт дәстүрді насихаттауда және қол өнерді дамытуда қосқан үлкен орасан зор еңбегі үшін Биболова Сәрсенгүл Бердиханқызы халық құрметі орденімен марапатталады. Бұл халықтың сыйы деп қабылдаңыздар. Үлкен марапатқа ие анамыз Айтуғанова Ақбілек Айдарханқызы. Ақбілек анамыз мәдениет саласына үлкен орасан зор еңбек сіңіріп жүр. Сондай-ақ қазақ дәстүрінің дамуына және қолөнердің дамуына үлес қосып, қазір осы нарық заманында өзіміздің аналарымызды, өзіміздің халықты киіндіріп жүр. Небір тамаша үлгідегі киімдер жасап, ұлттық киімдерді насихаттап, соларды өз қолымен тігіп, халықтың арасында бүгін үлкен құрметке ие болып отыр. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласына сіңірген және өнегелі ұрпақ тәрбиелеген үшін Мұртазина Гүлсара Суасқызын асыл ана медалімен марапаттаймыз. Қабылдаңыз. Ұстаздық еңбек жолымен өнегелі ұрпақ тәрбиелегені үшін Бүрлен Құрманханды осы асыл ана медалімен марапаттаймыз. Апа, марапат құтты болсын. Салық Күлшайқызын ұстаздық жолына орасан зор еңбек еткені үшін және өнегелі ұрпақ тәрбиелегені үшін, салт дәстүрімізді насихаттаған үшін Салық Күлшай ханым асыл ана медалімен марапатталады. Құтты болсын. Сіздердің алдарыңызда биік таулар даласы. Қазақстан Республикасының мәдениет саласына және ұлттық салт дәстүр мен қазақ қолөнерін дамытуға орасан зор үлес қосқан Берсенбаева Балапан Қадырбекқызын асыл ана медалімен марапаттаймыз. Мына үстімдегі қамзолды апаның өзі қолымен тігіпті. Қараңыздар, қай елдің шапанынан кем, артық болмаса. Міне біздің аналарымыздың қол өнері. Сондықтан да осы аналарымызға үлкен рахмет айтамыз. Жамалқан Мәншүк апамызды ұстаздық жолында сіңірген орасан зор еңбегімен өнегелі ұрпақ тәрбиелегені үшін, салт дәстүрді насихаттаған үшін асыл ана медалімен марапаттаймыз. Апа, өзіңіздің бір ақ тілегіңізді тыңдасақ, өзіңізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Осында отырған барлық аналар, барлық әйел қауымдары, сіздер сәлеметсіздер ме? Сіздерге көп рахмет. Біз сонау Қытайдан келіп,
осына келіп жүрсек те біздің еңбегімізді көріп сыйлап жатқандарыңызға осы Анадolu ауданының үкіметіне көптен көп рахмет айтамыз. Шойжанова Дәметкен Мавлитбек қызын асыл ана медалімен марапаттаймыз. Қабыл алыңыз ана. Бірінші тілек тілейміз бір Аллаға жолбасқа. Екінші тілек тілейміз ең жол басып заманның тілеген елі басқа. Үшінші тілек тілейміз үшкісіз көйлек кимеске. Төртінші тілек тілейміз төрде төсек тартып жатпасқа. Бесінші тілек тілейміз бес уақытты бес намаз. Оныншы тілек тілейміз молай сені көтерген момын қасы үзілген аязды күнде айналған бұлтты күнде тұлғанған тар құрсағын кекеткен анам бұраңдап қалмасқа. Ұлттық дәстүрімізді ұлықтап, асыл мұрамызды жаңғырту жолында аянбай еңбек етіп, дәстүрге жол қазақ аналары республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы облысы Іле ауданындағы игілікті іске сүбелі үлес қосқаны үшін Матығалиева Раушан Қожаханқызына әз наурыз құт береке бастауы атты іс-шарамызда шынайы ризашылығымызды білдіріп алғыс айтамыз. Сізге және отбасыңызға амандық, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, баянды бақыт тілейміз. Ұлт игілігі жолындағы еңбегіңіз әрдайым жемісті болсын. Гүлсара Суасқызы, керемет жан, кең жүректі дархан жан, өлемейін барлық кезде осындай жаңағы біздің шүрен, қазақта шүрен тарату дейді ғой. Шүрен тарату нағыз, мінеге бүгін бір тағы бір салтты көрсетіп жатырмыз. Мінеге өзінің алып берген сый сияпаты бар екен. Соны өзі берсін. Салтымды ұлықтап, салайын сайрабан, тойларға ұласын, тойларын тойлаған. Ақ бітіп ағыңа, бақ бітсін бағыңа, қашанда қонақтың көңілі қағыба. Дастархан жайылған алаштың арына, қазағым жайғашы құрметтің тағына. Көңілге қондырып даланың кеңдігін, танытшы түгілге төбеңнің кеңдігін. Кел қалқам жиылшы, ортаға құйылшы, асығын шаттықтың алшыдан әйірші. Бақытым басыма мәңгілік бұйыршы, ұлы той басталды, сүйінші, сүйінші. Бисмиллахиррахманиррахим. Ол жаратқан құдірет, тілегімді қабыл ет. 18 мың ғаламдағы адамзат атаулыға амандық бер. Әр пенденің жүрегіне адалдық бер. Пейіліне адалдық бер. Пейіштің әйнегіндей тазарып бер. Несібәлі нәсіп бер. Берекелі кәсіп бер. Үзілмейтін әулет бер. Таусылмейтін дәулет бер. Ол жаратқан құдірет. Наурыздарымыз құтты болсын, жерлеріміз бай болсын, жердің астындағы, жердің үстіндегі, көктегі
Құдай тастаған байлық әр тастағанға нәсіп болсын. Келер наурыздарыңызға аман есен, ұрпақтарыңыз өсіп, көңілдерің шат болып, шаруаларың жайланып, аман есен жетіп Құдайдың жолдарында жеңіл қырсын. Көңілдерің шат болып, қалған күндерің басымен жақсып қалдырсын. Алхамдулилlah, Аллах ақбар.